Азарсың жұртым азарсың, азарыңның белгісі. Құрамалы қорғанды үйің болады, айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң, ауырып қалатын бедірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Ішкенің сары су болады, берсең идің ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады. Итпен мысықтай ырылдасқан еркекпен қатының болады. Азарсың жұртым азарсың, азарыңның белгісі. Жас баладан биің болар, жас балшықтан үйің болар. Ат жақсысы арбада болар, жігіт жақсысы саудада болар. Көлдің суы бітіп, табаны қалар. Аттың жүйрегі кетіп, шабаны қалар. Жақсының атағы кетіп, азабы қалар. Әулиенің әруағы кетіп, мазары қалар. Сөздің маңызы кетіп, самалы қалар. Сөйтіп, ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Ертеңіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен алып түсер інің болады. Ала шұбар тілің болады, дүдәмалдау дінің болады. Әйелің базаршы болады, еркегің қазаншы болады. Жылқы жұлдыз болады, қой құндыз болады. Кейбір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі. Көл теңізге теңеледі, сиыр өңізге теңеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді. Ашшыны ашшы демейді, тапқанын олжа дейді. Әлхан білгенін молда дейді. Бірі-біріне қарыз бермейді. Шақырмаса көрші-көршіге кірмейді. Сарылып келіп тосады, құны жоқ қағаз судай шашады. Азарсың жұртым азарсың, азарыңның белгісі. Ақыр заман халқының шайдан басқа асы жоқ, жақыннан басқа қасы жоқ. Лағнет қамыты мойнында, жұмыстан қолының босы жоқ. Әрқашанда олардың көңілінің хошы жоқ. Бар шаруасы түп-түгел, енді мұның несі жоқ. Ақыр заман боларда, жер тақыр болар, халқы пақыр болар. Балалар жетім болар, әйелдер жесір болар. Әдесе мәдейтін кесір болар. Бас қосылған жерлерде әйел жағы ден болар. Жаман жақсы айтса да, өзінікі жөн болар. Орай салып бастарын, жалпылдатып шаштарын, тақымдары жалтылдап, емшектері салпылдап, ұят жағы кем болар. Сөйткен заман кез болса, түзелуі қиын болар. Азарсың жұртым азарсың, азарыңның белгісі. Құбыладан шыққан күн жанып шығар деп еді. Жалғаны жоқ бұл сөзім, анық шығар деп еді. Балғын көлдерден балық шығар деп еді. Екі басы қайқайып, қайық шығар деп еді. Қазақ сенің сорыңа, қырда қоқан, ойда орыс жарып шығар деп еді. Қылмысы жаққан қылықты алып шығар деп еді. Қылмысы жақпас қырсықты екі етігі су болып бір жаратқан тәңірге налып шығар деп еді. Ауылдарын шу қылған, жаулықтарын ту қылған зайып шығар деп еді. Келіні айғыр кемпірі саяқ шығар деп еді. Бір уысқа толмайтын аяқ шығар деп еді. Азарсың жұртым азарсың, азғаныңның белгісі. Тайпақ-тайпақ көлдерден балық шығар деп еді. Ол балықты аулайтын үш ашалы шаншқы қайық шығар деп еді. Қамыс жаққан пенделер алып шығар деп еді. Қамыс жақпас қырсықты екі етегі су болып бір жаратқан тәңірге налып шығар деп еді. Жаулықтарын тоғылған, ауылдарын шоғылған зайып шығар деп еді. Оқшантай жоқ, кісе жоқ, белбеу шығар деп еді. Жүгініш жоқ, малдаш жоқ, көлбеу шығар деп еді.
Азарсың жұртым, азарсың. Азарыңның белгісі, заман ақыр адамы менмен шығар деп еді. Үй басына тақ еткен келін шығар деп еді. Келісімен кір жиып, саяқ шығар деп еді. Бір уысқа толмайтын аяқ шығар деп еді. Қай жақ болса қонысың, сол жақ шығар деп еді. Бұзау тайынша танаға жүк артылар деп еді. Ағып жатқан дария суы тартылар деп еді. Өзі болған жігітке қыз артылар деп еді. Көкек-айы болғанда кемпір күйлер деп еді. Ендігінің қатыны байын билер деп еді. Туған байым болар деп аруақ шығар деп еді. Сол аруақтың ішінен ыңғайы жоқ жаманның пышағы мен шақпағы қалып шығар деп еді. 5 қойға алған қозының тегін дерсің деп еді. Егін егіп тарының сөгін жерсің деп еді. Жалаң аяқшар иттерін бегім дерсің деп еді. Алысқа деген қамыстан үй шығады деп еді. Сол үйіңнің ішінен құныш жауырын қой бұтты би шығады деп еді. Мөңке би Тілеуұлы белгілі би Әбілхайыр хан кеңесшілерінің бірі, жырау. Шамамен 1675 жылы дүниеге келген. Ата тегі шежіре бойынша өз әкесі Тілеу әрі қарай Айт, Бөлек, Қалу, Сирақ, Мұса хан, Уахас би, Нұраддин болып жалғаса береді. Әбілхайыр хан дүние салған соң Нұралы ханның билігін тану туралы Елизавета Петровнаға жазылған хатқа орта жүздің беделді адамдары Жәнібек Тархан мен Керей Наурыз би бастаған топпен, сондай-ақ кіші жүздің 30 би батырларымен бірге қол қойған. Мөңке би өз заманында ердің құнын 2 ауыз сөзбен шешкен сұңғыла би, келер күнді айнытпай болжайтын сәуеги және дала даналығының көрінісі, іспетті ой тұжырымын тағылымды поэтикалық жырға айналдырған жырау ретінде танылды. Мөңке бидің философиялық толғаулары, риторикалық сұрақ-жауап, болжау, билік, келісім, шешім түріндегі мұралары өзіндік ерекшелігімен көзге түседі. Көшпелі тірліктің тіні бұзылмаған қоғамда заман аңысын аңдап, оның келешек кескін кейпін дәл болжай білу Мөңке би шығармашылығының басты белгісі. Мөңке бидің Сырым батырға қойған астыртын сұрақтары мен оған Сырымның қайтарған жауаптары, сондай-ақ оның Шеркеш, Түрке би, Тана Нұрке билермен кеңесе отырып айтты дейтін. Бұл үйрек, бұл үйрек дейтін толғаулары белгілі. Оның түрлі халық болады. Күндіз-түні жарық болады. Дүниенің жүзіне өре мен темірден жол тартылады. Адам ақысыз жұмыс істемейді. Дүниені түрліп кестелейді деген толғау жолдарынан келер күнді болжаған сәуегейлік көрінеді. Болашақтың бет алысын, бағыт бағдарын тап басып танығандығы аңғарылады.